Саламатсызбы оқушылар? Бүгін биология сабағында біздің жаңа тақырып тістер бағытталысы мен қызметі және олардың гигиенасы деген тақырыпты өтетін боламыз. Осындай жаңа сабақпен танысатын боласыздар. Жалпы балалар тіс деген адамның тісі, жалпы тұрақты тістер санын білеміз ба? Қалай боласыңдар? 32. Қолымыз көтеріп жауап берейік, бұдан былай. 32 жарайды. Қазіргі тақырыпты түсіну үшін кішкене бейнероликті көрейік. Тамашалайық. Ересек адамдарда 32 тіс болады. Олар жоғарғы және төменгі жақ сүйектерде орналасқан. Тамақты қабылдауға байланысты әрқайсысының өзіне тән қызметі бар тісті 4 түрі белгілі. Күрек тістер. Олардың өткір жиектері бар. Олар тамақты тістеу және үзу үшін қолданылады. Ит тістер. Олардың пішіні конус тәрізді. Тамақты жұлуға, үзуге көмектеседі. Келесі кіші және үлкен азу тістер, немесе премоляр және молярлар. Олардың ерекшелігі тістердің бетінде төмпешіктер болады. Бұл тістер тамақты ұсақтауға, ұнтақтауға арналған. Адамның жақ сүйектерінде терең орналасқан тіс түбірлері болады. Тістің көрінетін бөлігі тіс сауыты деп аталады. Ол ағзадағы ең қатты зат эмальмен қапталған. Эмальдің астында дентин бар. Ол қаттылығы мен беріктігі жағынан эмальдан кейінгі орынды алады. Ең ішкі қабатында пульпа орналасқан. Пульпада тістің тірі ұлпаларына қоректік зат жеткізілетін қан тамырлары мен жүйке ұштары бар. Тіс қаншалықты қатты әрі берік болғанымен бактериялардың әсерінен зақымдануы мүмкін. Бактериялар тістің эмалін, дентинін, сонымен қатар тіс пульпасына дейін зақымдауы әбден мүмкін. Бейнероликті тамашалау арқылы тістің қанша қабаты бар екенін анықтадық. Кім айтады? Қол көтеріп, Ол дентин, эмаль және де пульпа. Пульпа өте жақсы отыра ғой. Диана, дентин қабаты қандай қабат? Дианаға топта көмектесетіндер бар ма? Дентин қабаты ортаңғы қабат. Дентин қабаты ортаңғы қабат. Және? Эмальдан кейін орналасқан қабат, отыра ғой. Диана, үшінші қабат туралы кім айтады? Оқушылар? Үшінші қабықшасы тістің кім? Кәлин тобынан кім айтады? Айлин? Мульба. Ол жерде негізінен қан тамырлар және жүйке жүйелері орналасады. Осы арқылы қан тамырлар тіске қорек жеткізіп отырады. Жақсы, өте жақсы. Отыра ғой. Жалпы балалар, адам баласының тісінің тұрақты 32 тісі бар екендігі. Енді сол тістердің типтеріне тоқталамыз. Типтері алғашқы алдыңғы 4, үстіңгі жақтағы және астыңғы жақтағы 4 тіс бізде қандай тіс екен? Күрек тіс. Өйткені түрі неге ұқсап тұр өзі? Күрекке ұқсас. Оның қызметі не? Күрек тістердің? Кәусар? Күрек тісінің қызметі тістеу. Тағы кім қосатындары бар? Ержан? Асты жұлып алу, яғни кез келген біз азықты қоректену үшін біз осы күрек тістер арқылы бірінші не істейміз? Оны бөлшектейміз. Яғни күрек тістердің негізгі қызметі алғашқы бөлшекті істе алу. Жақсы. Олардың саны қанша дедім? 8. Жалпы тұрақты тістердің саны 32. Енді сүт тістер жайлы кім айта алады? Сүт
түстер. Кәусар? Сүт түстер сәбилерде алғашқы 6 және 9 айларында шыға бастайды, және де олар 12 және 14 жасқа дейін барлығы шығып бітеді. 12 және 14 жасқа дейін олар 20 болып келеді, және де 20 және 18 жасқа дейін олардың барлығы түсіп, тұрақты түстер болады. Жақсы, өте жақсы. Енді сүт түстер, біз айттық жаңа тістердің құрылысында ең сыртқы қабаты қайсы қабат деді? Эмаль қабыршасы, эмаль қабыршасы. Енді сүт түстер мен тұрақты тістердің эмаль қабыршасында балалар айырмашылық болады екен, қандай? Яғни сүт тістердің эмаль қабыршасының құрамында минералды заттар не болады? Аз болады. Соның нәтижесінде сүт тістер өз уақытында тез шіріп, тез түсіп кетеді. Ал тұрақты тістердегі эмаль қабыршасында минералды заттар көп болады. Соның нәтижесінде тұрақты тістер егер де уақытылы тістер гигиенасын сақтайтын болған жағдайда не істейді? Ұзақ қызмет жасайды. Бірақ тіс гигиенасын сақтамау нәтижесі неге алып келеді? Жаңа бейнероликте айтқандай, тіс жегіне алып келеді, яғни тістің кариесіне алып келеді. Жақсы. Сонымен балалар, біз бүгінгі тақырыптағы термин сөздерді ағылшын және қазақ тілдерінде тақырыпта жазылғанын аудармасын тез-тез жазып шығайық. Осы арқылы жазылым дағдысын жақсартамыз. Кім келеді? Бірінші топтан Көркем келе ғой. Бір ғана сөзді жазылсын. Содан. Екінші топтан дайын отырыңдар балалар. Тіс. Қандай Көркем? Қаттырақ айтып. Тез. Өте жақсы. Браво. Екінші топтан келе ғой. Диана келе ғой. Содан. Тез. Жазып кетемін, яғни өзіме үшін соны. Қаптамасы. Жақсы, түсінікті. Краун. Қайталап кетеміз. Терминді. Краун қаптамасы. Үшінші топта. Üçüncü toptan келе ғой. Қайсы жазасың сен? Естейін. Алтыншысы. Алтыншысы. Дентайн. Мына эйчка ұқсап қалайық, кішкене. Дентайн. Отыра ғой. Төртінші топтан кім? О, Неспек. Қайсы? Қайталаймыз терминді. Қысамасын шыққан басылау, қосылып аударылады. Қосылып аударылады. Так, келе ғой. Қайсы жүрсің? Брут не ол? Сыншы бірі. Сыншы бірі жырау. Біраз айтып кете аласың ба? Мойынды жылы сал, мойны не? Ник, молодец. Отырам. Жақсы. Тағы. Кел. Молодец. Уважать. Так, милти. Тиз. Қайталаймыз. Тіз. Кроун. Дайм. Денди. Эмл. Сюрприз. Аңдылар енді тіс бүгінгі тақырыпты термин сөздермен кішкене қайталап жіберейік. Милк тиз. Кім қолды тереді? Көркем.
20 жастарға дейін кеш шығуы мүмкін. Жақсы. Сүт тістерге қосымша кім не қосатыны бар, балар? Не айырмашылығы бар тұрақты тістерден? Кәні? Алин? Сүт тістің сыртындағы эмаль тұрақты тіске қарағанда өте тез зақымдалады, себебі ол жерде минералды заттар аз болады. Ал тұрақты тісте минералды заттар көп болғандықтан, ол сүт тіске қарағанда жақсы қорғайды. Өте жақсы қорғайды ғой. Так, root. Root ол түбірі. Ол біздің тістің түбір қабаты, ол бізде пульпа, ал пульпада біздің жүйке жүйесі мен қан тамырлары келеді. Ал сол қан тамырлары ол тістің тіразыларына минералды заттар, яғни қоректер алып келеді. Тіс жаршаларына қоректі заттар жеткізеді. Пульпада қан тамырларының басқа тағы не болады? Жүйке жүйесі. Жүйке тамырлары, жүйке жүйесі өте жақсы, жарайсың, отыра ғой. Кенин топ жауап беретін жар. Кәні? Арман? Кенин, яғни сойдақ қыз. Оны итістер деп те атауға болады. Итістердің адамға деген негізгі қызметі ол тамақты жуып жеу. Итістер деп аталу себебі ол басқа иттердің көп түрінде кездескендіктен иттерде жыртқыш аңдарша. Басын бөлігі жыртқыш итістердің сойдақ тіс деп те аталуы содан балар. Анау тісіміз біздің ит тісі, кейбір адамдарда бұл тісі кішкене үпірлеу және үшкірлеу болады. Ол бір ауытқуға немесе ауруға жатпайды, ол кәдімгі табиғи заңдылық. Отыра ғой арман